этого озера находится на территории Албании. Как я сказала, уже 75% Черногории это горы. Так что можете уже в этом убедиться, что вот куда ни посмотрим, везде видны горы, горы, горы. Соответственно, да, это бухта, это пляж Булярица. Вот с левой стороны, вот уже покажите ваш чемодан. Ну и также будьте внимательны, тоже, да, проверяйте, чтобы был ваш чемодан, поскольку бывают зачастую чемоданы черные, похожи друг на друга, чтобы случайно не взять чужой чемодан. Значит, все, сейчас я замолкаю. Чуть... Қалдарыңыз қалай? Мен мынандай жасыл аулада отырмын. Мына жақта мынандай жер. Мен отырған жер қонақ үйдің ауласы. Осындай үйлерден тұрады екен қонақ үй. Мен мына жерде итальянский сумка сатып алып, мәз болып келе жатырмын. Мына жағына өтіп алайық.
Haydi. Otur. Only with men. мынау кімнің мүсіні? Біреудің мүсіні бар екен. Ескі қала. Қазір кіреміз ескі қалаға. Біз түскі асымызды ішіп отырмыз. Шпрот, нан, Айкүнай мен Иман Жүсіп не жедік? Круассан жеді. И нан жедік, и шпрот жедік. И мына жерде айранымыз бар. Өміржан тыңқиып тойып ап, темекі шегіп тұр. Мына жерде ескі қала, қазір ескі қалаға барамыз. Мына жерде жағалау. Арғы жағында порт. Күшті отырмыз. Күн ыстық емес. Салқын леп бар, жеңіл. Жүрек жалғап алдық деп айтты өз отыр. Қап-қара болып күйгенбіз. Сол. Күшті. Ескі қалаға келдік. Қазір ішіне кіреміз. Мына жақ күшті. Ақша төлейді екен десем, кіре береді екенсің. Мынаның ішінде кәдімгі адамдар бар екен ғой. Мен ештеңе жоқ екен деп ойласам. Адамдар тұра ма не сонда мына жақта? Мынандай почта салатыны бар екен, күшті екен. Мына жақта адамдар тұрады екен ғой. Қазақтар келе жатыр. Біздің жерлестеріміз. Сәлеметсіздер. Сәлеметсіз. Ұшақта бірге келдік. Сөйттік па? Бірге келдік, иә. Сәлеметсіз. Сіз Ақеркені танисыз ба? Ақеркені танисыз ғой? Иә. Мен подружкам ғой. Сіздің де ба? Бәсе мен Ақеркені есінен көргем сізді. Сториздарынан. Аха. Жарайды, жақсы демалыңыздар. Давай, былай жүрейік. О, күшті жер екен, фотоға түсу керек екен. Мынандай жағы бар екен. Магазин. Қалай қаратай жүреміз? Мына жаққа жүреміз ба? Былайынан жүрейік.
Иә. Аха. Мынаны қара. Қолды. Қолды қарашы ана жерде. Мына жақта. Мына жаққа кешке келіп отырайық та. Бізді фотоға түсірші. Осы жерге түсейік. Давай, Айкүні, фотоға түсейік. О, күшті болды. Түнде де істейтін шығармын ше. Түнде келіп, бір сосын ішіп отырғанға күшті сияқты. Елдің бәрі мына жерден пицца жеп жатыр. Мына жерде де әшекейлер. Мына жақтан теңізге шығады екен. Мына жақпен, давай мына жақпен жүріп көрейік. Күшті. Цитадель екен. Ja nie byłem pewien, czy jedziecie, jak po cichu gdzieś tam. Agnieszka też pytała, dziewczyny nie jadą? Wsiadły do samochodu i zginęły. A wy po prostu całą noc wały się czekałyście, żeby rano ruszyć. Tak, się doczekaj. Ішін көрмейміз бе? Jestem z telefon spytałeś? No nie robiłam tej sobie, tak? Hello. Do you want to visit our museum, library, and panoramic view? Ticket is 4.5. 4.5? 5? €4.50. Жүрші. 4,5 евро тұрады дейді. Кіру. Bir adam? Иә. Ойбай. Ne қымбат? Музей бар, библиотека бар дейді. Жүресің ба? Соны көру үшін жоқ. 4.50. 4,5. Ішін көруге сондай ақша төлейді екен. Айкөнайды түсіріп алайық. Ағаштар жында екен. Қоңырау соғылып жатыр. Шіркеудің. Мынаған тұрыңдар, мынаған. Айкөнай. Мынаған. Тұра аласың ба? Мынау ше. Мынау удобнее сияқты. Ыңғайлы ма? Мына ағашты қара.
бір-бірін құшақтап өсіпті. А? Ілінді ма? Иә. Кәне. Короче, мына цитадельдің ішіне кіру 4,5 евро тұрады екен. Біз кірген жоқпыз. Маңайды аралап, ескі қаланы аралап, шықсақ та бізге жетеді әзірге. Лешол келгенде кірербіз как. Мен футболкам күшті ма? Фото деп жазып қой. Қуыс көшелерді жақсы көремін. Былай қарай барайыз? А? Былай қарай. Ештеңе жоқ па? Мына жақтан теңізге шығады екенсің. Koma sağlık da bu adamlar sağlamdı. Biz de buna hoşuna buradan aldık. Жеп жүреді екен. Адамдар пиццаны өстіп жеп жүреді екен. Бүгін жаңбыр болды, күн қатты бұлтты, әлі де себелеп тұр жаңбыр. Өміржан суға түсіп жүр. Суда ешкім жоқ. Қазір сағат 11-ден кетті. Бірақ пасым. Бірақ жылы. Күйіп жатырlar. Жаңбыр деген шелектеп күйіп жатыр. Бүгінгі күн осылай өтетін сияқты. Аспанның түбі кесілді. Біз жаңбырдың басылғанын күтіп тұрмыз. Қазір бөлмеге баруымыз керек. Маған қарашы. Жаңбыр жауып жатыр. Будуваны аралап жүрміз. Жаңбырды қиып тұр, бірақ соған қарамастан қалады. Көшелерді аралап жүрміз. А? Біз Будва қаласын жаңбырды күні аралап жүрміз. Жаңбыр құйып тұр, сонда да уақытымызды босқа кетірмейді. Қаланы аралап жүрміз. Қала өте әдемі, шағын.
әдемі күшті, үйлерде күшті, ойлап қоямыз. Мүмкін осы жаққа келіп тұруға да болатын шығар деп. Себебі тамақтарының бағасы аса қымбат емес. Мысалы біз жаңа бірнеше булочка алдық, сосын кәдімгі плиточный шоколадтардан бір 5-6 алдық, шпрот алдық, 1 литрлік бір айран алдық, сосын 0,3 бір айран алдық, детский. Солардың барлығын қосқанда шамамен 4,5 мың теңгеге шықты. Үйлері әдемі екен, балкондары кең, сондай күшті үйлері. Менің артымда міне живописный табиғат тұр, жаңбыр жауып жатыр, сондықтан андай бір неге тығылып алдық. Әйтпесе табиғат күшті. Келіп тұруға болады екен. Аспан әлі бұлтты, түнеріп тұр, бірақ былай кішкене жаңбыр басыла бастады. Ал тура жанымызда күйіп тұр. Мынау супермаркет. Мына жақта супермаркетті мегамаркет деп атайды екен. Или маркет деп сұраса болады екен. Үйлердің аулалары күшті, иә. Осындай біздегі үйдің ауласы осындай болса. Супермаркетті мегамаркет деп атайды. Мына жақта ескі үйлер де бар екен. Көшелері өте тар, сондықтан пробка болып тұрады екен, бірақ Алматыдағыдай емес, әрине пробка.